Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 6 сынып математикасының 3-4 сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы теңбе-теңдіктер, теңбе-тең түрлендіру. Жалпы бұл сабақты түсіндіру үшін мынандай бір мысал қарастырайық. X көбейтілген жақшаның ішінде 7 минус y және 7x азайтылған x, y өрнектерінің x тең 2, y тең 3 болғандағы мәндерін табайық. Бұл мысал үшін ең алдымен x көбейтілген 7 минус y өрнегінің мәнін табайық. Бұл жерде x-тің орнына 2, y-тің орнына 3-ті қойып жазамыз. Сол кезде 2 көріп отырсыз, жақшаның сыртына x орнына 2 қойдық. 2 көбейтілген жақшаның ішіне 7 минус 3 деген өрнек шығады. Ал енді бұл амалдарды орындайтын болсақ, 7-тен 3-ті азайтсақ 4 болады, сонда 2 көбейту 4 деп жазып аламыз. 2-ні 4-ке көбейтсек әрине 8 шығады. Енді 7x азайтылған x, y өрнегін есептеп көрейік. X-тің орнына 2, y-тің орнына 3 қоямыз. Сонда 7 көбейтілген 2 азайтылған 2 көбейтілген 3 болады. X пен y орнына мына мәндерді қойып шықсақ. 7-ге 2-ні көбейтсек 14 болады. Минус 2-ге 3-ті көбейтетін болсақ, онда минус 6 деп жазамыз. 14-тен 6-ны азайтсақ, бұл жерде 8 деген жауап шығады. Көріп отырсыздар, бұл жерде x көбейтілген жақшаның ішіне 7 минус y және 7x азайтылған x, y өрнегі бір-бірімен тең болып. Сонда x көбейтілген 7 минус y және 7x азайтылған x, y өрнегі x және y айнымалыларының кез келген мән қабылдайтын мәндерінде тура теңдік болады. Оны өздеріңіз қойып тексеріп көрсеңіздер болады. X қарай, y қарай кез келген мәндерді қойсаңыздар, бұл жердегі теңдік орындалады. Сонда біз мұндай теңдіктерді теңбе-теңдіктер деп атаймыз. Айнымалылардың қабылдайтын мәндерінің кез келгенде тура болатын теңдікті біз теңбе-теңдік деп атайтын боламыз. Мұнда жаңа қарастырған өрнегіміз айтып кеттік, теңбе-теңдіктер болады деп. Ал бұларды жеке-жеке қарастыратын болсақ, яғни x көбейтілген жақшаның ішіне 7 минус y немесе 7x азайтылған x, y жеке-жеке қарастырсақ, олар теңбе-тең өрнектер болады. Ал теңдікті жалпы қарастыратын болсақ, ол теңбе-теңдіктер болады. Жалпы теңбе-теңдіктерге мынандай мысалдар келтіруге болады. Мысалы, қосудың ауыстырымдық қасиеті. А қосылған Б өрнегіне Б қосылған А өрнегі тең. Екі өрнек бірдей емес, бірақ өзара бір-біріне тең. Демек, бұларды біз теңбе-теңдік деп айтуға болады. Немесе қосудың үйлестімдік қасиеті. А қосылған Б жақшаның сыртында қосылған С тең болады, А қосылған жақшаның ішінде Б қосылса. Бұлар да өзара тең өрнектер, өйткені А, Б, С-ның орнына кез келген мәндерді қоятын болсақ, теңдік орындалады. Немесе А қосылған Б көбейткен С тең болады, А, С қосылған Б, С-ға. Яғни көбейтудің үйлестімдік қасиеті. Бұл жерде айнымалыларға кез келген мәнді қоятын болсақ, теңдік орындалады. Сол себепті теңбе-теңдіктерге мысал бола алады. Келесі мысал. А көбейткен Б тең болады Б көбейтілген А-ға. Көбейтудің ауыстырымдық қасиеті. Немесе А, Б көбейтілген жақшаның сыртына С тең болады А көбейтілген Б көбейтілген С-ға. Бұлардың барлығы теңбе-теңдіктерге мысал бола алады. Өздеріңіз айнымалыларға мән беріп, тексеріп көрулеріңізге болады. Сонымен қатар, тура санды теңдіктерде теңбе-теңдіктерге мысал бола алады. Мысал үшін, 3 көбейтілген 2 қосылған 7 жақшаның ішінде тең болады 3 көбейтілген 2 қосылған 3 көбейтілген 7-ге. Өйткені, екі жағдайда есептеп қарасаңыздар бірдей мәндер шығады. Яғни, екі жағдайда да бізде 27 деген сан шығады. Оны өздеріңіз есептеп көрулеріңізге болады. Демек, мұндай өрнектерді біз теңбе-теңдіктер деп атаймыз. Бұлар санды теңбе-теңдіктерге мысал болады. Теңбе-теңдіктерді түрлендіруді үйренейік. Жалпы, айнымалылар бар өрнектерді тиімді тәсілдермен табу үшін алдымен оларды ықшамдау керек. Өрнектерді ықшамдау оларды теңбе-тең түрлендіру арқылы орындалады. Мысал үшін, 3А азайтылған 8А өрнегі. Бұл жерде А тең 0,5 деген мәнді қабылдайтын кезде, мына өрнекті мәнін табатын болсақ, егер біз берілген өрнекті түрлендірмей есепті шығаратын болсақ, бұл есепті шығару үшін 3 амалды орындау керек. Не үшін екен қазір түсіндірейін. Мысал үшін, 3А минус 8А өрнегін аламыз, А-ның орнына 0,5 санын қояйық. Сонда 3 көбейтілген 0,5 азайтылған 8 көбейтілген 0,5 болады. Өйткені А деп отырғанымыз 0,5-ке тең болатын. Енді бұл жерде 3 амал деп отырғанымыз бірінші амал 3-ті 0,5-ке көбейтуіміз қажет. Сонда 3-ті 0,5-ке көбейтсек 1,5 болады. 8-ді 0,5-ке көбейтсек 4 болады. Демек, азайтылған 4. Бұл өзде екінші амал болады. Сонда екі амал орындадық, бірақ есептің жауабын тапқан жоқпыз. Ал үшінші амал бұл жердегі азайтуды орындауымыз керек. 1,5-ті 4 азайтатын болсақ, онда минус 2,5 болады. Көріп отырсыздар, бастапқы өрнекке бірден сан мәнді қоятын болсақ, біз 3 амалды орындайды екенбіз. Ең алдымен 2 рет көбейтуді орындап алдық, сосын азайтуды
орындадық. Ал егер ұқсас қосылғыштарды біріктіру ережесін пайдаланып 3а азайтылған 8а өрнегін ықшамдайтын болсақ, онда бір ғана амалмен есеп шығаруға болады. Оны қазір қалай екенін көрсетеміз. Бұл жерде сіздер өте жақсы білесіздер, ұқсас көбейткіштері бар а деп отырған. Оны жақшаның сыртына шығарып бір-бірімен азайтатын болсақ, минус 5а шығады. Өйткені 3-тен минус 8 азайтсақ, минус 5 болады. Оны аға көбейтіп жазсақ жеткілікті. Енді біздегі 3а азайтылған 8а өрнегіміз минус 5а өрнегімен тең екен. Демек, мұндағы аға 0,5 деген сан мәнді қоятын болсақ, көбейтуді орындасақ, бізде жеткілікті. Сонда 5 көбейткен 0,5 минус 2,5 деген жауап бізде қайтып шықты. Бұл жерде бір ғана амалды орындадық, яғни көбейту амалын ғана орындап шықтық. Ең бастысы біз теңбе-тең түрлендіруді пайдаланып, өрнекті ықшамдап жазып алдық. Сонда минус 3а және азайтылған 8а тең болады минус 5а өрнегіне. Бұл өрнектерді біз теңбе-теңдіктер деп атауымызға болады. Өйткені бұл жерде а айнымалысына қандай санды берсеңіз де теңдіктің екі жағында бірдей мәндер шығады. Сол себепті теңбе-теңдік ретінде қарастыра аламыз. Өрнекті оған теңбе-тең өрнекпен алмастыруды өрнекті теңбе-тең түрлендіру немесе өрнекті түрлендіру деп атайды. Яғни біздің мысалда 3а азайтылған 8а өрнегіміз оған теңбе-тең минус 5а өрнегімен алмастырып алдық. Біз бұны түрлендірдік, яғни бұны өрнекті түрлендіру немесе теңбе-тең түрлендіру деп атауымызға болады екен. Осымен 3-те 4-ші сабағымыз аяқталды. Ал енді осы сабаққа байланысты тағы да қосымша есептер шығару жолдарын үйрену үшін келесі видео сабақтарын көре аласыздар.